внебиржевой котировкалар тәулігіне 24 сағат жұмыс жасайды. Сен қақта болсаң да, кіммен болсаң да, не істеп жүрсең де, кез келген уақытта рынокқа кіріп, торговля істеп, табысыңды тауып шығып кете аласың. Неважно, түнгі 3-те ма, азанғы 5-те ма, обедкі 12-де ма, азанғы 8-де ма, любой уақытта, абсолютно любой уақытта рынокқа кіріп, өзің табысыңды таба аласың. Ал енді айтшы, бұдан артық саған не керек басқа? В основном, анализ жасауды үйрен, сапалы білім ал да, әрекет жасап, уже алғашқы табысыңды тауып бастай берсе трейдингтен. Жалпы сауданың ешқандай қиындығы жоқ. Сауданы қиындататын өзіміз ғана, өзіміздің миымыздағы шектеулер ғана, психология ғана. Психология деп айтпайық та қояйын, даже психологияның бұл жерге ешқандай қатысы жоқ. Оның барлығы сауатсыздықтан, надандықтан, білімнің жоқтығынан, кім көрінген инфо-цыганнан, сапасыз білімнің алуынан, жалпы қазіргі болып жатқан трагедиялар. Егер де сен достойный білім алатын болсаң, мен саған айтамын, сен қайта-қайта минус болмайсың, потому что сен минус болдың деген сөз, сен қателестің деген сөз. Конечно, ошибкалар, минустар болады, но олар өте аз болу керек. Егер де сенің артыңда білімің, знанияң тұратын болса, как щит ретінде, значит, сен өте аз қателесесің, потому что сенің артында білімің тұр. И сен, сапалы жерден жақсы білім алдың. И жақсы білімің сенің қалқаның болып тұрады. Просто жақсы білім алып тұрып, бағаның қайда кететінін уже базовый біліп тұрып, минус болу, ол енді таза дебилизм, тупизм и долбоебизм. Енді басқа ол нәрсені түсіндіре алмаймын мен. Ну, конечно, да, рынокта неше түрлі ситуациялар болады, исключениялер болады, но все же бірақ өздерің көріп тұрғандай, бұл жерде в основном бізге фокус қоятын акцент білім, знание, да? Қазір мысалға интернетте неше түрлі ақпараттар бар, инфо-цыгандар бар, да? Неше түрлі сапасыз, нашар ақпараттар, нашар курстар бар деген сияқты ғой. В общем смысле, бірақ олар бір ақпаратты айтады, бірақ на самом деле подачасы, түсіндіруі екі түрлі, әртүрлі. Мысалы, имбалансты айтып, имбалансты тереңірек түсіндірмеуі мүмкін. Просто поверхностно не екендігін базовый түрде айтып, и все. Ал бірақ именно сен имбалансты қалай қолдана аласың, имбалансты смарт-мани элементтерінің ішіндегі потенциалы қандай, сол нәрсені түсіндірмейтін болса, онда ол білімнен ешқандай қайыр жоқ. Так, біздің гәбіміз аяқталды, кішігірім қазір торговля істеп жүрейік тағы да. Допустим, мен 5 минутқа кірдім, и все, мен қазір енді валютная паралардың ішіне кіріп шығам. Қандай паралар бар, ситуацияларды қарап шығам, қай жақ дұрыс, қай жақ бұрыс, қай жақ маған ұнап тұр, қай жақ ұнамай тұр. Негізі өзіме көп алған болмасын, бірақ кез келген валютная параға кіріп мен табыс таба аламын, потому что кез келген парада ситуациялар болады. Ситуация болмаған өзінде ситуацияны күтсек болады. Допустим, мысалға бізде NSD-USD валютная парасы. Просто мен қазір осы параларды ауыстыратын себебім именно сол ситуацияны көріп, дәл қазір жақын ситуацияны іздеймін да, күткім келмейді. Сол сияқтынан қараңдар енді. Бізде NSD-USD валютная парасы, бізде имбаланс бар. Обыкновенно имбалансты отырды баға, и төмен қарай кетіп бара жатыр. Бізде сыртқы ликвидность бар, ол бізде қай жақта? Мына жақта, или мына жақта, или мына жақта. Осының барлығы бізде сыртқы ликвидностьтар, өздерің көріп тұрғандай, которая бізде баға специально қалдырып кеткен, да? Енді бізде қазір баға төмен қарай кетіп бара жатыр. Енді біз не істейміз? 1 минутқа кіреміз, 1 минутта доп анализ жасайтын боламыз. Бізде мына жақта разворот басталды, иә, мына. Свечамыздан қараңдар, закреп болып жабылды, келесі целіміз яқтағы лоу. Бізде кішігірім жоғары қарай баға коррекция алды бір свечамен, и қайтып төмен қарай кетті. Мына бізде свип болып жабылды, келесі цел жоғары жақтағы хай. Мынау хайды бізде шешіп, қайтып төмен қарай кетіп, қайтып жоғары кетіп, мына ордер блоктан соңғы жоғары кеткен жасыл свечадан бізде төмен реакция агрессивно алды. Дәл қазір бізде закреп болып жабылды, келесі цел төмен жақтағы лой. Бірақ бізде мына ордер блок бар, осы жерден қазір төменде біз ақашатын боламын өзімнің 1 минутқа деп. Көрдіңдер ғой. Осы қозғалыстың аралығындағы, мысалға да, жоғары кетіп баратсақ,
қызыл свечалар, төмен кетіп бара жатсақ жасыл свечалар, ол біздің ордер блоктар, ол біздің поддержкалар, да, которые бізде сделка ашуға көмектесетін. Бұл ордер блоктары көре білу керек, сезе білу керек, қайсысы именно жұмыс жасайды, қайсысы жұмыс жасамайды. Осының барлығын біз түсінуіміз керек, чтобы дұрыс ордер блоктан саудаға кіру үшін. Сендер қазір жасау керек нәрселерін практика жасау, демошотта липовый өтірік торговля жасау, чтобы рынокта, көздеріңді үйрету үшін нарық қалай қозғалады соны. Мысалға 8 жыл опыты бар адам, почти 9 жыл уже опыты бар адаммен, мысалға 1 жыл опыты бар адам салыстыруға келмейді. Мысалға мен көз деген уже көз емес, глаз алмаз болып кеткен менде. Мен уже потому что знаю, да, вот. Яқта енді жоғарыға кетіп қалып баға бізде. Ну хорошо. Қазір догон сделканы дайындаламын ашуға. Бізде мына жақтағы цель актуальный болып қала береді, ликвидность. Вот. Чем больше практики, тем больше опыта, жігіттер қыздар. Практика көбейткен сайын сендердің көздеріңді үйреніп бастайды ситуацияларға, рынокта, нарықтағы болып жатқан ерекшеліктерді көріп бастайсыңдар. И сол арқылы, набирайтесь опыта. Демошот сендерге не бере алады? Демошотта сауда жасаған, нақты шотта сауда жасап жоғалтқан ақшаңның несін, қалай айтсам болады, жоғалтқан ақшаң мен энергияның уақытын демошотта құрталасын. И в общем, болашақтағы ошибкаларыңды ты сможешь прям предотвращать, понимаешь? Вот. Ол өзің үшін, беспроигрышный вариант, да? Как думаешь, $1000 салып, полностью қателіктің кесірінен, неподготовленность, некомпетентностьтің кесірінен айырылып қалу ақшаңнан, либо $1000 демошотқа салып, практика жасап, и уже дальше минустардың барлығын, андай ошибкалардың барлығын разбор жасап, и болашақта уже анау $1000 табысқа шығу ма? Мен екінші вариант таңдайтын едім. Вот. Так, бізде 5 минуттық таймфреймде кішкене өзгеріп кеткен екен ситуация. Имбаланс бар, имбалансты толтырдық. И мына жақта бізде разворотная формация шықты, келесі сыртқы ликвидность жоғары жақта екен. Понял? Так, бізде закреп болып жабылды, келесі жоғары жақта хай. Мына жақта бізде имбаланс бар, ашық. Осыған келу керек қазір. Вот. Жалпы трейдер мышление жасаған кезде мына нәрсені түсіну керек. Сендер әр жоғалтқан ақша, ол сендердің болашақтағы компетентный, мықты трейдер болуларың үшін инвестиция деп қабылдандар. Вот. Мысалға мен рынокқа өте көп бердім, бірақ қазір уже рыноктан 15 есе алдым. Бірақ мен берген ақшам үшін өкінбеймін. Неге? Потому что ол нәрсе мен өзім білімім үшін пайдалы болды. Мен өзім білімімді, опытымды сол ақшамен сатып алдым. Осындай мышлениемен егерде сен не қылатын болсаң, сауда жасайтын болсаң, сен уже сможешь насадиться торговлей, понимаешь? Так, бізде свип болып жабылды, келесі жоғары жақтағы хай, мен 2 сделка жасайын, дагон жоғары қарай деп. Вот. Мысалға енді араларында практика жасап жүргендер, торговля, сделка ашып жүргендер болатын болса, плюске шықпай жүргендер болатын болса, поверьте, оның барлығы уақытша. И так бывает, и так должно быть. Потому что бұл этап сендердің трейдер болып қалыптасуларының несінде ішіндегі. Это естественный отбор. Просто бірден сен прибыльный трейдер болып кету, ол нәрсе мүмкін емес. Поверьте мне, рынок сені отымеет прям по полному, ше? Это отбор. Мысалға именно сол минус болып жатқан этаптың өзінде 50% трейдерлер рыноктан кетіп қалады. Сдаться етіп, ше? Ну, ол нәрсе қайта сдаться ететіндей нәрсе емес, ол қайта финишный прямой. Наоборот, понимаешь? Именно ол знак, вот минус болу деген знак, ол, уже сен победаға жақын тұрсын деген не ғой. Ну, типа, уже прибыльностьқа ближе тұрсын деген сөз. Потому что менде соңғы этап плюске шықпай тұрып солай болған тұғын. И мен досконально өзім торговлямды продумать етіп өзгерттім.
И бұл бізде мысалға айтсам минус болдың ғой, минус не үшін боласың, потому что сен нарықта сенің мнениең, сенің ойың қате болғаннан кейін минус боласың. Сен направлениені, бағаның қай секундта қай жерге баратынын, қай минутта қай жерге баратынын дұрыс таппағансың. Соның арқасында сен минус болдың. А вот сен келесі шагың сол минусты жабу емес, сен просто сол қателігімен жұмыс жасау болу керек еді. Вот. Поверь, просто сен егер де мысалға рынокта өзіңді осознанно торговля істеп, минустарыңмен, яғни қателіктеріңмен жұмыс жасайтын болсаң, поверь мне, ты быстро растешь и быстро прибыльный трейдер боласың. Осы нәрсені түсіну керек те, короче. Көрдіңдер ғой, қазір бүгін мынау неде видеода қандай ауыр тақырыптар әңгімелер кетіп жатқанын ше. Вот. Просто көп араларындағы көп адамдар ерінеді деп жалпы ше. Нелерін, қателіктерін, короче, түзеуге ше. Нені істеуге болады. Даже мелочь болса да, просто алда жаз. Парақ бар, ручка бар, короче, жаз. Мен мынандай істеген маған дұрыс екен, мынандай істемеген маған дұрыс екен, мынандай уақытта мен қатты ашуланып кетемін, мынандай уақытта маған жақсы екен, Сәкең айтқан мынандай нәрсе жұмыс жасайды екен, Сәкең айтқан мынандай нәрсе істемейді екен деген секілді. Вот. Рано или поздно кез келген трейдер, короче, табысқа шығады, прибыльге шығады. И ол нәрсе қателікті түзеп осознанностьтан басталады, короче. Вот. Бағаның қайда кететін екінің бәрі табылады. Мысалға ше, ликвидность арқылы, имбаланс арқылы. Да? Бірақ именно жақсы точкада екінің бірі сделка ашамайды. Мысалға сенде ситуация, мен саған гарантия беремін, болған шығар, возможно, да? Ситуациядан сделка аштың, некое бір имбаланстан жоғары, имбаланстан төмен, закрептен жоғары, закрептен төмен, баға жоғары қарай кетті. Прекрасно кетті прям. И бірақ соңғы секундта төмен қарай түсіп кетті. Это что означает? Егер по рациональному скажем, да, вот. Ол нәрсе, ты был чертовско прав. Ну, сен дұрыс таптың бағаны, направлениесін. Но все же бірақ кеш сделка аштың ситуациядан. Либо дұрыс точка входа таңдамадың, короче. Егер де чуть-чуть ниже сделка ашқан кезде, мысалға, допустим, мен тоже сөйтіп ойлағам, и на самом деле так и есть, сенде плюс болатын еді. Или чуть-чуть ерте ашқан кезде плюс болатын еді деген секілді. Вот. Осы нәрсенің ақ қарасын кейін сен с опытом ажыратасың. Вот осақ нәрсе, короче, бізде қайта-қайта минусқа жіберетін осақ нәрсе, а не психология. Вот осы нәрсені бірінші фокус қойып дұрыстайтын болсаң, болды, сен будешь прибыльным и все. Ол нәрсені егер де жақсы білім болса, кішігірім практика істейтін болсаң, нарықта өзің ақ бет түсініп аласың, сезіп аласың, короче. Вот. Так что рынокта табыс табу қиын емес, тым қиын жоқ. Білім ал, опыт ал, и все, у тебя получится. Так, за сегодня бізде 2 сделка ашылды. 2 сделка емес, 3 сделка ашылды ма? Қанша? Кассечевтен 1 сделка ашылды, иә? Жоқ. Мен 1 сделка аштым. Ол минус болды. 2 сделка аштым, плюс болды. Значит, менде бүгінгі видеода только әшейін әңгіме айтып отырып, бір чисто сделканы плюске шығарған екенбіз. Это у нас, в принципе, $388, примерно $300 ар жақ бер жағы. Бүгінгі кішігірім видеомыз тағы да аяқталды. Бұл дағы бір менің бір советтерінің бірі деп не қылыңдар, қабылдандар. И бұл тоже сендердің миларыңа, короче, бір программирование, чтобы вы стали прибыльными. Понимаете, ребят? Арнаға міндетті түрде жазылып, командаға қосылып ұмытпаңдар. Төменде сілтемеде біздің телеграм каналымыз, менің жекем барлығы тұр. И воспользуйтесь моментом. Всем пока.